الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. Дереккөз Әбу Бәкір Әш-Шатри, әлемге әйгілі хафиз қари, 1970 жылы қасиетті Мекке қаласынан 70 шақырым жердегі Жидда қаласында дүниеге келді. 1988 жылы қасиетті Құранды толық жаттаған. Білімі жоғары, мамандығы есепші. Қазір аталған қаладағы Фурқан мешітінің бас имамы. Отбасында 3 ұл, 1 қыз тәрбиелеп отыр. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Сізбен жүздесіп сұхбаттасқанымызға қуаныштымыз. Әуелгі сұрағымызды әдеттегідей бастасақ дейміз. Яғни қай жердің төлтумасысыз? Әлемдердің Раббысы Аллаға мақтаулар болсын. Пайғамбарлар мен елшілердің ең құрметтісі болған пайғамбарымыз Мұхаммедке және ол кісінің отбасына Алланың игілігімен сәлемі болсын. Алдымен сіздермен кездескенім үшін қатты қуанып отырғанымды білдіргім келеді. Мына сіздермен, яғни қазақстандық бауырларыммен жолығып отырғаным үшін Аллаға шүкір деймін. Алла тағала осы бас қосуымызды берекелі бір жиын етсін деп тілеймін. Және де бізді тыңдап отырған мұсылман бауырларымыз аз да болса пайдалар деп үміттенемін. Мен 1970 жылы туылдым. Жастық шағым Джидда қаласында өтті. Алла тағаланың қалауымен аталған қалада мен Құран кәрімді үйрене бастадым. 1988 жылы Құранды толық жаттап шықтым. Сол қалада орта мектепті және университетті тәмамдадым. Сондай-ақ Джиддада Алла маған үлкен дәреже беріп құрметтеді. Мен бірнеше қалалық мешітте имамдық қызмет атқардым. Отбасылық жағдайыңыз қандай? Мен үйленгенмін. 4 баланың әкесімін. Алла нәсіп еткен Әсил есімді бір сүйкімді қызым және Абдуррахман, Абдулазиз, Ахмад есімді 3 ұлағатты ұлым бар. Аллаға шүкір. Әкем қазір менімен бірге қажылық парызын өтеуде, ал анам қалада қалды. Алғашқы білімді қайдан алдыңыз? Джидда қаласындағы Әл-Фалах атты мектепте алғаш білім нәрімен сусындай бастадым. Бұл мектеп Джиддадағы Бәбу Мәкке деп аталатын көне ауданда орналасқан. Сонда қасиетті Құранды жадымызға түйіп, санамызға сіңірдік. Мешіттерде имамдыққа өту арқылы жаттаған Құранды қайталап тұрдым. 1988 жылы Құранды ұмытпастай етіп, толық жаттап алдым. Құран кәрімді ұстасыз жаттап, игеру мүмкін емес дүние. Ал сіз кімдерден үйрендіңіз? Ең әуелі Хашим Басурра атты қарыға оқып тапсырдым. Ол қары әлі тірі. Мен одан кішкентай кезімде үйрендім. Содан соң Әли Бадахтах есімді қарыда оқыдым. Ол кісі алжирлік қары болатын. Бұдан кейін Алла маған Құранды риуатымен жаттап, өзгелерге үйрету рұқсатын алуымды нәсіп етті. Айман Рушди Суейт есімді қарыға Құранды өз қағидаларымен қатесіз оқып өткізген кезде барып, ресми рұқсат қағазына қол жеткіздім. Мен бір ғана қырағат білем. Асимнан жеткен Хафс қырағатын білем. Шатыби қырағатына қызыққан кездерім болған. Бірақ Алла оны тәмамдауымды қаламаған болар. Оны аяқтай алмадым. Жоғары біліміңіз бар екен. Қай сала бойынша мамандық иесі атандыңыз? Мамандығым бухгалтер. Бакалаврды есеп қисап бойынша бітірдім. Қазір ислам ғылымдары бағытында магистратурада оқуымды жалғастырып жатырмын. Есепші мамандығын алып, бұл сала бойынша жұмыс істеудесіз ғой яғни. Бұдан басқа, енді Жиддадағы Фурқан мешітіндегі бас имамдығыңыз турасында көрермендерімізбен бізде құлағдар едік. Сол туралы ойыңызды ортаға салсаңыз. Қазіргі таңда мұсылмандардың жағдайын байқап қараған адам асыл дініміз исламға деген бет бұрыстың едәуір артқанын аңғарады. Көптеген адамдардың Алла тағаланың хақ дініне оралуы көз қуантады. Фурқан мешітіне келер болсақ, Джиддадағы өзге мешіттерден, тіпті әлемдегі кез келген мешіттен оның еш артықшылығы жоқ. Қазір барлық мешіттерде жамағат көп жиналады. Оның ішінде Алланың кітабын жатқа білетін мұсылмандардың қатары қалың. Аллаға шүкір, біздің
Фурқан мешітінде де 5 уақыт намазын қаза етпейтін, иманы берік жандардың таза мінсіз ілімге деген құлшыныстары мен ұмтылыстары сәт сайын еселеніп келеді. Мешітіміздің жамағаты көркем кісілер. Намазға келумен қатар, оларда бір-біріне деген ыстық ықылас мол. Сондықтан Алланың қалауымен мешітіміздегі жағдай көңіл толарлық қалыпта жүруде деп сенімді түрде айталам. Енді сіздің қазақ халқына деген ыстық ықыласыңызды естісек дейміз. Қазақ халқы қадым заманнан ислам дінімен өмір сүріп келеді екен. Қазақ деген жұрттың қонақжайлық қалпында естеймін. Өзім әлі барған емеспін сіздердің елдеріңізге. Алла сәтін салса, барып қалармын деген ниетімде жоқ емес. Өйткені ислам дінін өмірлеріне дінге кеткен мұсылман бауырлармен жүздесіп, сұхбаттасу мен үшін үлкен ғанибет. Ал жалпы Қазақстан мұсылмандарына Алла тағаланың барша адамдарға айтқан өсиетін айтам. Қасиетті Құранда сендерден бұрын кітапты берілгендерге және сендерге Алладан қорқыңдар деп өсиет еттік деген аят бар. Алладан қорқу істің басы екені рас. Кісі өзінің сөйлеген сөздерінде, іс-әрекеттерінде Алланы естен шығармағаны ләзім. Адам өзіне бұйрық беретін және өзін жамандықтан тыятын жаратушы Раббысы бар екенін әрдайым естен шығармау шарт. Кісі Алла тағаланың әмірлеріне қарсы шығуы мүмкін емес. Керісінше, кісі өзін Алланың құлымын деп білуі қажет. Алладан қорқу болғанда, мұсылмандар арасында өзара сүйіспеншілік пайда болады. Пікір қайшылығы, ұстаным қайшылығы көбейген шақта, намазда тұрған жамағаттың саптары ыдырай бастайтыны белгілі. Алла тағала адамдарды әртүрлі етіп жаратты. Біз мұны жоққа шығармаймыз, бірақ бұл мейірімділік, бауырмалдық діні ғой. Мен сізді тыңдауым қажет, ал сіз менімен санасасыз. Құлшылық мәселелерінде болар болмас қана өзгешеліктер кездесіп жатады. Алайда ол өзара түсініспеушілік пен қайшылыққа кеп соқпауы тиіс. Яғни фикхи пікірлердің әр алуандығы мен ұстанымдардың бірбеткейлігі жүректердің дұшпандығын тудырмайды. Түкке алғысыз қайшылықтар арқылы мұсылмандардың бірлігіне нұқсан келтірмейміз ғой. Сондықтан ислам үмметі жұбын жазбай, бірлікте болса, береке сонда болады. Ал қайшылық туындаған жағдайда әрбір жақтың пікірін елейміз, тыңдаймыз. Біріміз бірімізді кемсітпей, дұрыс айтса, дұрыс деп қабылдайық. Бауырмалдық сипатымыз кеміп бара жатқандай. Өзінікін ғана дұрыс деу арқылы болмашы тартыстарға түсудеміз. Біз өз сөзіміз, амал әрекетіміз, әдебіміз және мінез құлқымыз арқылы исламның көркем дін екенін көрсетуге ұмтылуымыз қажет. Себебі әрбіріміз Алланың дінін ұстанушы мұсылмандармыз. Біздің әрбір ісіміз уағыз. Мұсылманның сөзінен гөрі іс-әрекетінен көбірек әсер алуға болады. Сондықтан жасап жатқан әрбір амалымыз, әрбір әрекетіміз өзіміз ұстанатын ислам дінімен сәйкес келмей болмайды. Ислам діні аманатшылдық, шыншылдық, бауырмалдық, сүйіспеншілік пен жұмсақтық қасиеттеріне үндейді. Ислам өмір сүру діні. Сіз қасиетті Құранды толыққанды жатқа білетін қарылардың бірісіз. Бұл бағыттағы білімді жас кезіңізде атақты қарылардан үйрендім деп те айттыңыз. Сондықтан қазіргі таңда өзіңіз дайындаған шәкірттердің болмауы мүмкін емес қой. Біраз жыл бұрын бірнеше шәкірттерім болған. Көпшілігі менің алдымда оқып шықты. Барлығы дерлік Алланың сөзі Құранды өз дәрежесінде үйренді деп айталам. Қазіргі таңда олардың кейбірі өз шәкірттерін тәрбиелеп, ізгі іс Құран жаттатуды одан әрі жалғастыруда. Қазіргі таңда мен мешіт ісі және өз жұмысымның төңірегінде еңбек етумен шектелудемін. Отбасыңа да көңіл бөлмей болмайды. Шынын айтқанда бүгінде әрі қарай шәкірт тәрбиелеу ісін тоқтаттым. Құран Алланың сөзі. Құран дәтке қуат, жанға шипа. Бұл кітап өмір заңы, өмір қағидасы. Құран туралы айтсаңыз. Ең әуелгі мәселе, Құран жаттаймын деген адамның ниеті зор болуы керек. Құранды міндетті түрде ұстаздан үйренеміз. Жай қарны ұстаз ете бермейміз. Құранды күнделікті өміріне айналдырған, Құранмен таң аттырып, Құранмен күн батыратын кісіні ұстаз тұтқан жөн.
Құран арқылы тақуалығы артқан. Құран арқылы мінез құлқы өзгерген қарыдан Құран үйрену үлкен бақыт. Яғни Құранды кітап бетінен емес, тірі адамнан үйренеміз. Міне, Құранды дұрыс оқып, қатесіз жаттай бастаған шақта дәрістерді әрі қарай жалғастыруға болады. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын бір хадисінде: сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп, оны өзгеге үйреткендерің деп айтылады. Бұдан шығатын қорытынды не? Яғни, Құранды құр әншейін жаттап алудан келер пайда жоқ. Жаттағаныңды өзгеге үйретуің қажет. Осы іс үздіксіз түрде жалғасып келген үшін Алланың сөзі осы күнге дейін бір әрпіде еш өзгеріссіз жетті. Жалпы, сізді күллі әлемге белгілі хафиз Қари ретінде танимыз. Сіз және басқа да танымал хафиздердің қырағатын келтіріп айтқан Құран аяттары Асыл телеарнасының эфирінен өтетін Құран уақыты бағдарламасында үздіксіз қойылады. Алла разы болсын сіздерге. Енді Асыл телеарнасының ұжымына деген ізгі тілегіңізді айтсаңыз. Асыл ұжымындағы бауырларымызға Алла тағаладан тілерім көп. Алланың жазған көркем сауаптарын толығымен еншілесе екен деп тілеймін. Телеарналарыңыз Алланың сөзі болған, әлемдегі ең ұлық кітап болған Құран кәрімді көбірек насихаттаса екен деп сұраймын. Құран әлемдер үшін тура жол, қараңғылықтан жарыққа шығарар нұр. Алла тағала Құранда осылайша біз саған өз әмірімізбен рухты, Құранды уахи еттік. Сен кітап не, иман не екенін білмеген едің, алайда біз оны нұр ет. Онымен біз қалаған пендемізді тура жолға бастаймыз. Расында сен тура жолға бастайсың деп айтқаны белгілі. Байқап отырғанымыздай, Құранды насихаттауға ұмтылған, Құранды үйренуге, үйретуге, жаттауға және жаттатуға талпынған, сондай-ақ адамдарды Құранмен тәрбиелеуге ұмтылған кез келген кісі өзінің Алла елшісі салып берген тұп-тура жолдың үстінде екенін анық аңғарады. Қараңызшы, жоғарыдағы аятта Алла тағала өз пайғамбарының саллаллаху алейхи уассалам негізгі сипатын айтып, расында сен тура жолға бастайсың деп тұр. Дәл солай, қазіргі дәуірімізде де Құранды жаюға тырысқан кісі өзгелерді тура жолға бастаушы ретінде танылады. Себебі, бұл Құран ең тура жолға бастаушы кітап. Құранда қисықтық жоқ, себебі ол Алла тағаланың сөзі. Құранды жүрегіне сіңірген кісілерді көрген сайын мен Алла айтқан барша сөзді сыйғызып алған бұл кісінің жүрегі нұрланған үстінен нұрлануда ғой деген ойға келем. Бұл кісі адамдардың арасындағы ең көркем мінездісі, жаман ой атаулыдан ең тазасы, сөйлеген сөзі ең дұрысы ғой деп ойлаймын. Мұндай кісіні көрген жандар оны жақсы көреді, барлығы оны сыйлайды, құрметтейді. Мұның бәрі неден деп ойлайсыз? Мұның бәрі Құран кәрімнің қасиеті деп білем. Құран сізді тақуалық өмірге жетелейді. Құран ғана шектен шығушылықтың, экстремистік әрекеттердің, надандықтың және барша білімсіздіктің алдын алады. Шынында бұл Құран ең тура жолға бастайды деген аят бар. Құран кәрім білімсіздіктің қандай да бір түріне жол бермейді. Саясатты, қоғамды, әлеуметті, әмірдегі бәрін Құран ғана қамти алады. Хабарымыздың соңында сіздің өз оқуыңыздағы Алланың ақиқат сөзі қасиетті Құран аяттарын тыңдасақ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين